датчик деймін ғой, сол тұрады. Жалпы бір адам кіргеннен кейін көрмей егер қызық болмаса, ол 1 минут пен 2 минуттың арасында ол шығып кету керек. Басында демеушілер өте көп болды. Өте көп болды. Енді яғни уақыт жақындаған сайын ол жаңағы електен өткен ұн сияқты өзі азая бастады. Ең соңына келген кезде былай айтқанда жалғыз қалды. Көрменің соңғы күні бір қыз көрменің ортасында тұр и жылап тұр өзіне өзі. Ана қыздың енді көз жасын айта алмаймын. Мақсат фото өнеріне қалай келді? Бір фотография арқылы бүкіл оқиғаның барлығын соның ішіне сыйғызып, яғни көрерменді толғандыра білді. Отбасыңыз туралы көп жерде айтпайсыз. Осы құпиямен бір кеңінен бөлсеңізші, біз де білейік. Қуанышыңды, қайғыңды бірге бөлісетін адам, барыңа шүкір деп жоғыңа төзе білетін адам іздеп табу, яғни бір көпірдің үстінде кездесу, ол өте бақытты деп ойлаймын. Біраз уақыт бұрын сізде денсаулықтан біраз қиындықтар орын алды. Осы бір қиын кезеңдерде сізге демеу болған, осы қиындықтан шығуға кімнің септігі дейді? Миллионда бір 20 адамда ма кездесетін бір диагноз қойды. Елді жоғары былай айтқанда қойды диагноз. Содан жаңа оның емін іздесек, ол емі табылмайды дейді. Оның осымен бүкіл өмір аралап сонымен келісіп өмір сүру керек.